Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Шыңғысбаева Ерке. Мен Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы 4-ші курс студентімін. Бүгін біз отшашулар химиясы, отшашулардың қоршаған ортаға әсері туралы және халықтың денсаулығына әсері туралы, әсіресе ірі қалалардағы жағдай туралы сөйлесетін боламыз. Алдыңғы бейнероликте 2,5 микроннан мөлшері 2,5 микроннан аз болатын микробөлшектердің адам денсаулығына кері әсері туралы біздің университетіміздің фармацевтикалық және токсикологиялық химия, фармакогнозия және ботаника кафедрасының доценті Перило Дмитрий Александровичтің бейнеролигінде көрсетілген болатын. Бұл бейнероликте басты назарға аударғым келетіні осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша мөлшері 2,5 микронға дейін болатын микробөлшектердің орташа жылдық деңгейі текше метрге 10 микрограммнан, ал орташа тәуліктік деңгейі текше метрге 25 микрограммнан аспауы керектігін басты назарға алғым келеді. Бәріміз білетіндей, отшашулардың әртүрлі түстері ол ауыр металдардың әртүрлі тұздармен байланысты. Мысалы, барий тұздары ол бізде жасыл түс береді, көк түс сәйкесінше ол бізде мыспен байланысты, күлгін түсіміз бізде мыс пен стронцийдің комбинациялары, сондай-ақ күміс түсті беру үшін бізге магний және алюминий комбинациялар қолданылады. Ақ түс беру үшін магний, алюминий және титан комбинациялары бізге осындай ақ түс береді. Сондай-ақ қызыл түсті бізге стронцийдің тұздары береді. Ал тотықтырғыш ретінде калий нитраты, көмір, күкірт, сондай-ақ күшті перхлораттар және де басқа қосылыстар тотықтырғыш ретінде қолданылады. Көріп тұрғанымыздай бізде отшашу кезінде, жарылыс кезінде жарық құбылысынан басқа өте көп түтін, газдар, яғни соның ішінде былайша айтқанда пороховой газдар пайда болады. Газдардың құрамы алуан түрлі, оның қоршаған ортаға қаншалықты әсер ететініне, порохтың ылғалдылығына, ауаның ылғалдылығына және тағы басқа факторларға байланысты болып табылады. Онда жүздеген химиялық реакциялар жүреді. Мұнда көміртектің көміртегі тотығына дейін толық емес жануы мүмкін екендігі көрсетілген. Сонымен қатар тотықтырғыштардың өздері толық әрекеттеспейтіні, ішінара тотығу өнімдері де түзілетіндігі төменде көрсетіледі. Мұнда тағы да еске түсіріп кететін болсақ, алдында айтып кеткенімдей, әртүрлі түстер үшін ауыр металдардың белгілі бір қосылыстары, тұздарының қосылыстары жауап береді. Қосылыстар негізінен бізде мыс, стронций, барий және тағы басқа металдардың қосылыстары болып табылады. Яғни ауада ауыр металдардың концентрациясы өте жоғары болып табылады отшашу жарылғаннан кейін. Яғни бұл кезде егер қар немесе жаңбыр жауса, онда барлық ауыр металдар тез жуып тастаса ол өте жақсы. Сонда адамдар ол отты ауамен дем алмайды. Ал мұнда әртүрлі газдардың, әртүрлі тұздардың әсерінен жалынның түсі қандай түске боялатындығын көре аламыз. Мысалы, калий ол әлсіз күлгін түс береді. Рубидий ол күлгін түс. Сонымен қатар мысалы титан ол бізде солтүстік жарық түсі, яғни северный сиянияның түсін береді жалын түрінде. Міне мына кестеде ауа сапасының индексі көрсетілген, және мұнда 50-ге дейін ол индекс ауа сапасы жақсы, қанағаттанарлық, ауаның ластану норма шегінде шамалы және ағзаға зиян келтірмейтіндей болып табылады. Ал одан жоғары басқа концентрациялар 51-ден 100-ге дейін, 101-ден 150-ге дейін және 151, 200, 201, 300 және одан жоғары концентрациялар адам денсаулығына теріс әсер етеді. Жоғары концентрацияларда критикалық отты болып табылады ағза үшін. Міне көптеген ғылыми мақалалардың сипаттамасында отшашулар жарылған кезде, отшашудан кейін көп жағдайда мөлшері 2,5 микронға дейін болатын микробөлшектердің жоғары концентрациясы тіркелгені көрсетілген. Яғни мысалы
Албания мен Нью-Йорк қалаларында зерттеу жүргізілген. Сонда ауадағы перхлорат иондарының концентрациясы әдеттегіден 4718 есе артқандығы, орташа есеппен 4700 есе артқандығы көрсетілген. Толық емес жану тіпті тотықтырғыштарда да жүреді. Ластаушы газдар бұл көмірқышқыл газы, азот диоксиді, күкірт диоксиді, көміртегі бірвалентті оксиді, яғни угарный газ, и тағы басқалары болып табылады. Мұның бәрі яғни ағзаның адам денсаулығына кері әсер туғызады. Ауыр металдардың уыттылығының адам денсаулығына кері әсері, яғни оның барлығы ауыр металдардың ағзаға қаншалықты ұзақ әсер ететіндігіне және олардың қайда түсетіндігіне байланысты. Ауыр жағдайдың, яғни уытты әсердің ең нашар, ең жоғары дамуы ол бізде өкпеге түсуіне байланысты болып табылады. Және де басқа да қосымша ақпараттармен сілтеме арқылы сіз жүрек қан тамырлар жүйесіне, тыныс алу жүйесіне және де ағзаның басқа мүшелер жүйесіне әсері туралы біле аласыз. Ал тағы бір мақалада адамға арналған ауыр металдардың шектік рұқсат етілген концентрациялары көрсетілген, және де ауыр металдардың, яғни уытты заттардың адам ағзасына, адам денсаулығына әсерлері көрсетілген. Мысалы бронхит, дерматит, улану және тағы басқа симптомдар, аурулар көрсетілген. Қосымша ақпаратпен төмендегі сілтемеде танысуға болады. Келесі, мұнда Алматы қаласының картасы көрсетілген. Онда желдердің бағыты таудан қаланың төмен бөлігіне қарай екендігін көреміз. Осыған байланысты келесі хронологиялық гистограммаларда бұл аймақта ластаушы заттардың жоғары концентрациясы неге байқалатындығы анық болады. Яғни отшашуларға қайта оралатын болсақ, қаңтардың алғашқы күндерінде 2,5 микронға дейінгі микробөлшектердің өте жоғары концентрациясы байқалады. Яғни ластаушы заттардың өте қауіпті концентрациясы қоршаған ортада ең алдымен пайда болуының себебі ол отшашумен байланысты. Өйткені көріп тұрғанымыздай, мерекелер біткеннен кейін осы концентрация біршама тұрақталған. Әрі қарай біз осы отшашудан кейін концентрация ауада жеткілікті түрде тұрақты ұзақ тұратынын көреміз. Оның бәрі ауа райына байланысты. Сондай-ақ жел және де жауын-шашынның болуына байланысты. Мен осы басты назарды осы аймақта тұратын адамдардың бүкіл жылдағы уақыттың тек 14%-ында ғана қалыпты ауа сапасында, яғни ауаның қалыпты сапасымен өмір сүретіндігіне басты назар аударғым келеді. Қалған уақытта концентрация ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ұсынған ауа сапасының индексімен әлдеқайда жоғары болып табылатынын көре аламыз. Қарасу ауданы ішінде дәл солай, яғни дәл сондай динамика. Мереке күндері біз ауада микробөлшектердің жоғарылауын бақылаймыз. Ескі алаң аймағында, яғни Старый площадь жақта да жағдай ұқсас. Яғни ауа сапасының деңгейі алдыңғы айтып кеткенімдей 50-ге дейін болса, ол ағзаға зиян әсерін туғызбайды. Ал мұнда минималды бізде 179, ал максималды 360-ті көрсетіп тұр. Яғни бұл орта тәуліктік мөлшер болып табылады. Осыған қарап отырып, шекті рұқсат етілген концентрациядан неше есе асып кеткендігін түсінуге болады. Енді 25 қазан күні болған отшашуды талдап көрейік. Мұнда басқа уақыт белдеуінде түсірілгендіктен жергілікті уақытпен, яғни Алматы уақытымен жергілікті уақыттың 4 сағат айырмашылығын көрсетілген. Мұндағы нұсқаулық белгісі осы салюттың отшашудың қай уақытта болғандығын көрсетеді. Көріп отырғанымыздай 2,5 микронға дейінгі мөлшектердің концентрациясы ауада жеткілікті түрде ұзақ сақталады, және де 6-8 сағат аралығында концентрация өте зиянды, критикалық түрде зиянды болып табылады. Келесі аудан, міне Есенов көшесі, 6 сағаттан кейін 2,5 микронға дейінгі микробөлшектердің концентрациясы жоғары күйде сақталады. Мұнда ылғалдылық жеткілікті түрде жоғары болып табылады.
соның өзінде, яғни ылғалдылық ол бізде микробөлшектердің агрегациясына әсер етеді. Соның өзінде концентрация өте жоғары критикалық деңгейде болып тұрғанын көре аламыз. Сондай-ақ аз мөлшерде жел байқалады, тіпті жеңіл жеткілікті деңгейде, тіпті жел болған күнде де ластануды жеңуге көмектеспейді. Ал Айнабұлақ ауданында енді біз алдыңғы түнмен салыстыра аламыз. Яғни 24 күні мысалы бізде концентрация шамамен 150-дей болатын болса, ал отшашу болған уақытта бізде ауа сапасының индексінің зияндығы 2 есе өскендігін көре аламыз концентрацияның. Мұнда басқа ауданда болған отшашу, яғни Старый площадьта болған. Енді микробөлшектер ауаның жоғары қабатында төменгі қабаттарына түсе бастағандығы көреміз. Және көріп тұрғанымызда жеткілікті деңгейде жел болған. Соның өзінде өте жоғары деңгейде концентрациялар көріп тұрмыз. Төлебаева, яғни ол ескі алаңға жақын, өте жақын аудан болып табылады. Аумақ, яғни отшашудан кейін концентрацияның күрт көтерілгендігін байқаймыз. Енді тек 6 сағаттан кейін ол баяу төмендей бастайды, бірақ бұл тағы да төмендейді, өйткені таудан шыққан жел барлық ластануды қаланың төменгі бөлігіне қарай түсіреді. Ал онда бұл микробөлшектердің өте жоғары концентрацияларын байқай аламыз. Сондай-ақ біз қаланың жоғары бөлігін, Әл-Фараби даңғылын байқасақ болады. Міне мұнда да концентрация өте көтерілген, бірақ жалғыз нәрсе айтып кететіндей, Қазгидромет сенсорларынан деректер, яғни олар ауадағы ауыр металдардың нақты концентрациясын бақылауға мүмкіндік бермейді. Бұл үшін арнайы талдау қажет. Мұнда жел мен уақыттың өтуіне байланысты жел таулардан түсіп, қаланың жоғарғы бөлігіне концентрация қалыпқа келген, яғни Әл-Фараби шығыс бағытында. Бұл жерде осы ауа сапасының индексі отшашу басталғанға дейін сағат 10-да, отшашу басталғаннан кейін сағат 11-де және 1 сағаттан кейін сағат 12-де қандай деңгейде екендігін Қазгидромет датчиктерінің тіркеуінен кейін ақпараттарды осындай күйде көре аламыз. Түнгі сағат 1-де, түнгі сағат 2-де және түнгі сағат 3-де осы концентрацияның 5 сағаттан кейін тіпті көбейе бастағанда көре аламыз. Бұл адам денсаулығына критикалық қауіпті концентрациялар, яғни отшашулар ауаның жоғары қабаттарынан төмен қабаттарына түсе бастаған кезде Қазгидромет датчиктері тіркей бастайды. Сондықтан да микробөлшектердің әлі де ұлғаюын байқаймыз. Мұнда аудандар бойынша ауа сапасы индексінің концентрациясы қалай өзгеретіндігі көрсетілген. Яғни 2,5 микронға дейінгі микробөлшектердің концентрациясының жоғарылап кетуі тек отшашумен байланыстылы екендігіне көз жеткізе аламыз. Яғни мұнда айтып жатқанымыздың барлығы тек бір мақсатқа сайып келеді. Ауадағы қауіпті заттардың жарылуы болатындығын халыққа ескерту қажет. Халыққа алдын алудың шараларын қолдану, терезелерді жабу, осы уақытта жүрмеу туралы ескерту керек. Халық өз тәуекелдерін бағалап, осы ауамен тыныс алудың қаншалықты қауіпті екенін түсіну керек. Бұл өте улы газ болып табылады. Жетісу ауданында көміртегі моноксиді шамалы ғана өскен, бірақ бұл негізінен көміртегі моноксиді ауыр металдардың қатысуымен СО2-ге дейін оттегімен тотығуына да байланысты болуы мүмкін. Старый площадь ауданынан жеткілікті алыс болып табылатын Достық ауданында 2,5 микронға дейінгі микробөлшектердің концентрациясының жоғарылауы байқалған. Міне Алматы қаласындағы Ледовой арена, яғни мұз аренасының ауданындағы ауа сапасының хронологиялық кестесі. Атап айту керек, мұнда ауаның сапасы басқа кездерде де өте нашар болып табылатындығын ескеру қажет, яғни соған қарамастан отшашудың нәтижесінде 2,5 микронға дейінгі микробөлшектердің концентрациясы тағы да еселеп артқанын көре аламыз.
угарный газдың концентрациясы да ұлғайған. Қаланың ең төменгі бөлігі, яғни Рихтер Зорге көшесінің маңында, отшашудан кейін қаладан осы түтіннің барлығы желмен алынып келген аймақ деп айтсақ болады. Онда 5 сағат ішінде 2,5 микронға дейінгі бөлшектердің концентрациясын өсе беретінін көреміз. Мұнда микробөлшектердің концентрациясы және де келесі слайдтарда ауа сапасы индексі және тағы басқалардың мөлшері көрсетілген. Келесі, яғни таңертең таңғы 4-те жағдай әлі тұрақтанбағанын көре аламыз. Жаңа айтып кеткенімдей, микробөлшектердің оседать етуіне байланысты олар ұлғаюын бақылаймыз. Бұл мәселені шетелдік ғылыми мақалаларда қалай зерттеуге болатындығы туралы сілтемелер болады. Сондай-ақ Қазақстанның түрлі қалаларында ластаушы заттардың өзгеру динамикасы туралы бейнероликтер жүктеледі. Жалпылама 2022 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасының атмосфералық ауасының сапасын бағалау туралы Қазгидромет ұсынған деректерге жүгінетін болсақ, ластану деңгейінің өте жоғарылығымен бізде Қазақстан Республикасында Қарағанды қаласы сипатталады. Мұнда СИ деген стандартты индекс, яғни осы қалада тіркелген ең жоғары бір реттік концентрацияның шеттік рұқсат етілген концентрацияға қатынасы түрінде есептелетін индекс болып табылады. Ал ең көп қайталану 50%-дан жоғары екендігін бақылай аламыз. Ластанудың жоғары деңгейі Ақтау, Алматы, Астана, Жезқазған, Қостанай, Теміртау сияқты қалаларда, ластанудың жоғарылаған деңгейі Ақсай, Ақтөбе, Балқаш, Жаңаөзен, Жаңатас, Көкшетау, Павлодар және тағы басқа аудандарда, қалаларда байқалатын болса, ал ластанудың төмен деңгейіне Ақсу, Алтай, Арқалық, Атбасар, Атырау, Әуезов, Аягөз және тағы басқа аудандар, қалаларда жатқыза аламыз. Көп жылдық кезеңде, яғни атап айтқанда соңғы 2018-2022 соңғы 5 жылда бізде Астана, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау қалаларында атмосфералық ауаның ластануының тұрақты жоғарылау деңгейін байқалынады. Онда негізгі ластаушы заттар келесідей, яғни Астана қаласында тоқтатылған бөлшектер 2,5 микронға дейінгі, 10 микронға дейінгі микробөлшектердің тоқтатылған бөлшектер, яғни взвешенные частицы. Сондай-ақ күкірт диоксиді, көміртек оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, фторсутек, күкіртсутекпен ластануын негізінен тіркелген. Қарағанды қаласында да дәл осындай жағдай байқалады. Жезқазған қаласында тоқтатылған бөлшектерден басқа күкірт диоксиді, көміртек оксиді, аммиак, Теміртау қаласында бұлардан басқа сондай-ақ фенол, көміртек оксиді, азот оксиді және диоксиді, аммиак, сондай-ақ 2,5-10 микрометрге дейінгі микробөлшектермен ластану тіркелген. Яғни, егер сізге бұл бейнеролик ұнаған болса, оны таныстарыңызға таратыңыздар, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Отшашудың нәтижесінде пайда болатын қауіп туралы халықтың хабардарлығын арттыру керек. Біз мыңдаған дәрігерлерді дайындай аламыз, мыңдаған ауруханалар сала аламыз. Бірақ бұл ситуацияны жақсартпайды. Алдын алу шараларын жасау керек. Егер отшашуларға тыйым салынса, немесе мысалы оларды қаланың жеке бөлігінде немесе қаладан тыс жерде, желді ауа райы байқалатын жерде өткізуге рұқсат етілсе, бұл жағдайда отшашудың қала тұрғындарына денсаулығына кері әсерін етуге, бәсеңдетуге болады. Немесе мұндай іс-шаралар тек климаттық жағдайы жақсы аудандарда, аймақтарда белгілі бір қолайлы мезгілде өткізетін болсақ, онда әлдеқайда оның нәтижелерін, последствияларын төмендете аламыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.